Жалпы ішкі өнімі жоғары елдер туралы карта жасадық. Біз бұл картаны Google My Maps приложениесі арқылы жасадық. Біздің картада Қытай, Германия, Жапония, Франция, Индия бар. Қазір Қытай еліне тоқталамыз. Бұл Қытайда бізде 1 миллиард адам бар. Жалпы ішкі өнімі 18 миллион құрайды. Келесі Япония. Бізде бұл жерде 125 миллион халық, ал жалпы ішкі өнім 4 триллион. Келесі бізде Индия. 1 миллиард. Бұл жерде бізде 1 миллиард, 1,43 миллиард. Жалпы ішкі өнімі 3 триллион. Және бұл Индияда қатты өсімдік бар. Бұл басқа да елдер жасады. Jet 6 елді кіргізушілері. Жақсы. Бұл электронды карта. Әр тақырып бойынша жасауға болады осылай. Рахмет.